Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тарихындағы орны толмас өкініш, қайғы қасірет әкелген жылдар ретінде адамзат санасында мәңгілік сақталғаны белгілі. Көк пен жерді сілкіндіріп, әлем халқын елеңдеткен фашизмді жеңу үшін миллиондаған адам күші жұмылдырылып, алпауыт ажалмен күресті. Атамыз Өміржан соғысқа Семей қаласынан 1941 жылы 993 атқыштар полкіне шақырылған. Кейін 263 атқыштар дивизиясына ауыстырылған. Кеңес одағының ақпарат бюросында берілген мәліметтері бойынша 1942 жылдың 24 сәуірі мен 11 мамыр аралығында өткен шайқас туралы ресми деректер. 26 армия Карель фронтының әскері кестендік шабуыл операциясын бастады. Олардың мақсаты қарсыластардың қарсылық күштерін жою және Киров темір жолындағы қорғанысын күшейту болып табылған. Атамыз Өміржан 1942 жылы 10 мамырда Карело-Фин Кеңес Социалистік Республикасының Лоухи-Костенки тас жолында болған Майдан даласында қаза табады. Ұлы Отан соғысы ол біздің қан майданда жаумен шайқасқан ақ шашты аталарымыз бен әкелеріміздің ерлік пен қаһармандыққа толы биік рухын күллі әлемге танытқан символы болса, 9 мамыр жеңіс күні аға ұрпақтың сол жанқиярлық ісін ел жадында мәңгі сақтауға арналған ең қастерлі күн. Атамыз Майдан даласында көз жұмса да, артында мәңгі жасайтын ұрпақтары қалды. Адам ұрпағымен мың жасайды, дейді дана халқымыз. Ел үшін жанын құрбан еткен Өміржан атамыздың артында қалған ұрпақтары рухына бас иіп тағзым етеміз. Батыр ұл есімдері сақталады, жыр болып жүректерде жатталады. Ғасырдан ғасырларға аңыз етіп, ұрпағы мәңгі бақи мақтанады.